Қайырлы күн достар, сіздермен Ұлжанай, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздермен ерекше әдемі тартылған етпен, яғни фаршпен дайындалатын өте дәмді тағам дайындап үйренетін боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін көріңіз. Барлық қажетті ингредиенттер төменде описаниеде толығымен көрсетілген. Ең алдымен біз қамыр дайындауымыз қажет. Ол үшін ұнға суды және де сұйық майды, яғни күнбағыс майын және дәміне қарай тұз салып, барлығын жақсылап тұрып араластырып, жұмсақ қамыр илеуіміз қажет. Қамыр дайын болды, осындай жұмсақ болып шығады. Енді оның бетін жауып қоя тұрамыз. Оған дейін салмасын, яғни начинкасын дайындап алуымыз қажет. Ол үшін тартылған ет, картоп, пияз және де тұз бен бұрыш қажет. Барлығын жақсылап ұсақтап турауымыз қажет. Мінекей осылай картопты алдымен ұсақтап тураймыз, пиязды тураймыз және барлығын араластырамыз. Негізінен ірілеу етіп те турасаңыз болады, бірақ та маған өте ұсақ болып туралған әдемі секілді және де солай ұнайды. Сол себепті мен міне осы видеодағыдай ұсақ етіп турадым. Сіз өз қалауыңызша тура берсеңіз болады. Содан соң дәл солай пиязды да ұсақтап турап аламыз. Достар, сіздерге айта кеткім келеді, менің инстаграм парақшама да тіркеліп қойыңыздар. Ол жақта да өте қызықты, және де осы YouTube каналыма тіркеліп, уведомление қосып қоюды ұмытпаңыз. Алда әлі талай рецепттермен бөлісетін боламын. Пияз дайын болды, оны да енді начинкаға саламыз. Содан соң дәміне қарай тұз бен бұрыш салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Неке бізге қажет салма, яғни начинкамыз дайын болды. Енді подливаны дайындауға кірісеміз. Ол үшін өзіңіздің қалаған көкөністеріңізді алсаңыз болады. Мен жуа, картоп, сәбіз, қызанақ, болгар бұрышын және де томат пастасы және дәміне қарай дәмдеуіштер салатын боламын. Егер де қаласаңыз олардың көлемін, мөлшерін, яғни азайтып, көбейтіп қоссаңыз болады, немесе қалаған көкөністеріңізде қоссаңыз болады және де қалауыңызша турап аласыз. Мен пиязды осылай ұзынша етіп турадым. Одан кейін сәбізді, міне көріп тұрғаныңыздай, осылай әдемі узор түссін деп, осы үккіштің астымен турап алдым сәбізді. Одан кейін картопты да осылай әдемі болсын деп, алдымен оны 4 бөлікке бөліп, содан соң осы үккіштің астымен турап алдым. Сіз өзіңіздің қалауыңызша, яғни оларды ұсақтап турап та жасасаңыз болады. Бастысы бұл бізде подливы болады, сондықтан да өзіңіздің қалауыңызша мөлшерін өзгерте берсеңіз болады, және айтқанымдай қалаған көкөнісіңізді қоссаңыз болады. Картоптарда дайын, енді болгар бұрышын тураймыз, оны осылай ұзынша етіп турауды жөн көрдім. Содан соң қызанақты осылай ұсақтап турап алдым. Барлық көкөністер дайын, енді оларды пісіретін табанын дайындаймыз. Табаны алдымен қыздырып аламыз, содан соң оған сұйық май, яғни күнбағыс майын құйып, оны қыздырамыз. Май қызғаннан кейін оған алдымен пиязды саламыз да, пияз сарғыш түске айналғанға дейін оны жақсылап қуырып аламыз. Содан соң оған барлық көкөністерді қосамыз. Сәбіз, картоп, қызанақ, болгар бұрышы барлығын салып, астын қатты отта осылай араластырып тұрып қуырып аламыз. Содан соң дәміне қарай тұз, бұрыш және де өзіңіздің қалаған дәмдеуішіңізді қоссаңыз болады. Мен паприка қостым және де 1 ас қасық томат пастасын қосып, тағы да барлығын жақсылап араластырамыз.
Содан соң бұл қазанның астын баяу отқа айналдырамыз, яғни өте баяу отқа қойып, бетін жауып бұқтыра тұрамыз. Оған дейін біз қамырмен жұмыс жасайтын боламыз. Мінекей қамырымыз біркелкі болып, жақсы болып бірігіп тұр, дайын тұр. Енді соны жаюымыз қажет, және де ортасына салма салып, қазір үш бұрышты формалар дайындайтын боламыз. Алдымен қамырды осылай жұқа етіп жайып аламыз, содан кейін дөңгелек етіп осындай формалар кесіп аламыз. Және де артық қамырды алып тастаймыз, оны да қазір соңынан жасайтын боламыз дөңгелек формаға келтіріп. Және де олардың арасына салмасын саламыз, яғни начинкасын. Начинканы толтырып сала берсеңіз болады, жан-жағына дейін начинкасының мол болғаны жақсырақ. Және содан кейін оны үшбұрышты осындай формаларға келтіруіміз қажет. Видеода көрсетіліп тұрғандай, үш жағынан алдымен жоғарғы бөлшегін, содан кейінгі төменгі екі бөлшегін біріктіру арқылы осындай әдемі формаға келтіріп, барлығын дайындап аламыз. Неке сіздер үшін жақыннан асықпай көрсетіп жатырмын. Дәл осылай барлығын дайындаймыз. Мінекей үш бұрыштар дайын болды. Оған дейін көкөністердің суы шығып, осылай бұқтырылып жатыр. Оның асты өте баяу отта тұрды. Содан кейін оның үстіне жаңағы дайын тұрған үш бұрыштарымызды осылай орналастырып шығамыз. Және де мен сіздерге осы жерде айта кеткім келеді. Менде барлығы бірге сыйған жоқ, яғни қатар-қатар қоюға. Сол себепті үстіне молынан күнбағыс майын жағу қажет, жабысып қалмас үшін. Қазір олар піскен кезде жабысып қалмас үшін бір-біріне жаңағы күнбағыс майын, яғни сұйық майды мол етіп жағып шығасыз. Негізінен бір-бірінің үстіне қойғаннан жандарына, яғни қатар қойған жақсырақ. Егер де солай жасай алсаңыз, сондай ыңғайлы ыдысыңыз болса, бір-бірінің жанына қоюға тырысыңыз деп айтар едім. Содан соң оған қайнап тұрған ыстық суды құямыз да, бетін жауып, өте баяу отта 20 минутқа пісіруге қалдырамыз. Ерекше әдемі және дәмді тағамымыз дайын болды. Енді әдемілеп салып, дастарханға ұсынсаңыз болады. Сәттілік!